Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді әрі оп-оңай жасалатын люля кебаб тағамын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен тартылған етімізге пиязымызды ұсақтап турап, немесе мен блендердан өткізіп салдым. Одан кейін татымына қарай тұзын, паприканы және де міндетті түрде панировочный сухариді қосып, жақсылап араластырамыз. Қажетті заттардың мөлшерін әдеттегідей описанияға жазып қалдыратын боламын. Бұл жерде қолмен араластырған маңызды тартылған етіміз, яғни біздің салмамыз бір келкі араласатын болады, және де міндетті түрде осылай ұрғылап араластырамыз. Сол кезде формасын жақсы ұстайтын болады. Бізге енді осындай шпажкалар қажет болады. Шпажкаларыңыз қазаныңызға сыймайтын болса, шетін кішкене сындырып алсаңыздар болады. Мен секілді мен кішкене қысқартып дайындап алдым. Одан кейін формасын тартылған етімізді осылай сопақша етіп қолымызбен дайындап алып, видеодағыдай етіп жасаймыз. Бірінші осылай сопақша етіп, ішіндегі ауасын тығыздап шығаратын боламыз. Содан кейін жақсылап тығыздаймыз. Айтпақшы достар, рецептеріме лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Бұл тағамның ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай жасалады, және де көріп тұрғаныңыздай 2-ақ құрамнан тұрады. Люля кебабты дәл осылай жасап аламыз. Енді қызып тұрған майға қазандағы осылай шпажкаларымызбен салып, және де осы жерде маңызды қазаныңызға сыйғанша ғана салыңыз. Мен 4-еуден негізі салуым керек еді, 5-еу салғаным қателеу болды, сыймай қалып жатты, аударуға ыңғайсыз болады. Сол себепті 3-4-еуден салып пісіріп алсаңыздар болады. Бұл жерде өте тез пісетін болады, және де ол пісем дегенше келесі партиясын жасап дайындап қойдым. Мінекей дайын болды. Енді келесі жағын аударатын боламыз. Осы жерде қиындық тудырмас үшін қазаныңызға шағындау 3-4 етіп салыңыздар. Және де бұл жерде біз толықтай пісірмейміз, тек қана екі жағын қуырып дайындап аламыз да қазанымыздан шығарып аламыз. Барлығын осылай шетінен қуырып дайындап алатын боламыз. Қуырып жатырған кезде шпажкаңыздан етіңіз суырылып түспеу үшін тығыздау қылып жасауымыз қажет, және де құрамына қарай панировочный сухарийіңізді молдау қылып салғаныңыз жақсы, себебі сол етті жақсы ұстап тұратын болады. Сол себепті панировочный сухарийді аямаңыздар, құрамынан көптеу қылып та салсаңыздар болады. Барлығын қуырып болғаннан кейін артық майымызды қазандағы алып тастаймыз. Дәл осы майға енді картоптарымызды қуыратын боламыз. Кішкене май қалдырамыз, және де алдын ала картоптарымды ашып, ірілетіп турап дайындап алдым. Бірден тұздап қойдым, және де осы жерде араластыра отыра, екі жағын, барлық жағын араластырып қуырып аламыз, осылай сарғайғанша дейін. Енді шпажкадағы еттерімізді үстіне қойып шығамыз, барлығын салып, бетіне кішкене ғана суымызды құйып, одан кейін газдың астын басып бұқтыратын боламыз. Бір жарты сағаттай уақытта пісіп дайын болады. Картопымыз піскенше дейін пісіретін боламыз. Барлығы өте оңай, тез піседі. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды, люля кебаб тағамымыз. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, түскі асқа немесе кешкі асқа ерекше етіп жасасаңыздар болады. Отбасыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін, өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.